Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері Алтын доп арнасы бүгінде сіздерге тамаша футбол жаңалықтарын дайындады. Қатар жүрген бәрекелдісі мен әттеңі футболдың қызық сәттері бүгін сіздердің назарларыңызда. Олай болса біз дәстүрімізден жаңылмай бірден бүгінгі көретін жаңалықтарыңыздың аңдатпасын айта кетейік. Ливерпуль клубында үлкен таңдау. Гарет Бейл АПЛ-да ойнайтын болады. Ал Ди Мария Ювентустан бас тартып Барселонаға келуі мүмкін. Осы және басқа да футбол жаңалықтары бүгін сіздердің назарларыңызда. Олай болса біз сіздерге жақсы көрілім тілейміз. Бастаймыз, кеттік. Атлетико Мадридтің шабуылшысы Альваро Мораттаға АПЛ-дың клубтары қызығушылық танытуда. Олардың ішінде Астон Вилла бар дейді, Ньюкасл бар дейді, және де Арсенал клубы бар деген хабарларды жеткізіп жатыр The Telegraph басылымы. Альваро Моратта Ювентуста жалға ойнап жүрген ойыншы, және де Атлетико Мадридтан Ювентус 35 миллион евроға Мораттаны сатып алу керек еді, бірақ та ол тармаққа Ювентус клубы қызықпады, және де Мораттаны сатып алмаймыз деген шешім қабылдады. Ал басылымдар болса осы жазда Альваро Моратта АПЛ-ға келеді деп жатыр. Ливерпуль клубы өздерінің ойыншысымен келісім шарт созды. Ол Мане немесе Салах емес. Ол Джеймс Милнер деген ойыншы, 36 жасар ойыншымен келісім шартты тағы да 1 жылға созды. Ливерпуль енді 36 жастағы ойыншымен 2-3 жылға созбайтыны анық, бірақ 1 жылда Милнер командаға жақсы көмек бере алады деп сенеді Ливерпульдің басшылары. Және де оның опыты да бар, көшбасшылық қасиеті де бар, және де Милнерді Ливерпуль үшін жаралған ойыншы десек те болатыны шығар. Ал енді сіздерге бәрінен қызық болып отырғаны Мане қайда барады? Салахтың болашағы не болады деген сұрақтар шығар. Және де Манеге тағы да тілші сұрақ қойған екен. Баварияға ауысайын деп жатқаныңыз рас па? Баварияны жақсы көресіз бе деген сұраққа Мане ашуланған. Сіздердің осындай сұрақтарыңыздан, таратып жатқан жаңалықтарыңыздан Ливерпульдің жанкүйерлері мені жек көре бастады. Неге олай жасайсыздар? Менің болашағым әлі ешқандай да шешілген жоқ. Сондықтан да бұндай ақпараттарды таратуларыңызға қарсымын деген екен Садио Мане. Ал енді бұндай ақпаратты таратса да, басылымдар, журналистер, тілшілер таратпаса да, Садио Мане немесе Мухаммед Салах екеуінің бірі Ливерпульдан кетуі керек тәрізді. Себебі Мане егер қалса, үлкен суммадағы жалақы сұрайтыны анық. Салахта да дәл солай үлкен суммадағы жалақы сұрап отыр. Сондықтан да Ливерпульда қазір таңдау десек те болады. Не Манені алып қалу керек, не Салахты алып қалуы керек. Осы екеуінің арасында таңдау болып жатыр. Сіздің ойыңызша Ливерпуль клубы Манені алып қалуы керек па, Салахты алып қалуы керек пе? Болашақта қайсының көмегі көп болады Ливерпуль клубына? Өзіңіздің ойыңызды комментарияға жаза отырыңыз. Сіздер жазып жатқанда біз ары қарай жаңалықтарымызға ауыса отырайық достар. Реал Мадрид клубы әлі де шабуылшы іздеуде, және де ол шабуылшыны тапқанда тәрізді. Басылымдардың айтуы бойынша Реал Мадрид клубы Манчестер Ситидан Жезусты алғысы келеді деген ақпараттар шығып жатыр. Нақтырақ айтсақ, Марка басылымы осылай хабарлап жатыр. Мбаппені ала алмадық, енді Мбаппенің орнына Жезусты алайық дегенде ойлары бар екен Реал Мадрид клубының басшыларының. Әлбетте сөз жоқ, Жезус өте мықты ойыншы, және де жас ойыншы, командаға көмегін тигізе алуы мүмкін, әбден мүмкін, ешкімнің де күмәні жоқ. Бірақ та Реал Мадридқа келсе, Жезус негізгі құрамда ойнайды дегенге мен өз басым сене алмаймын. Себебі Карим Бензема бар әлі де. Ал Карим Бенземадан кейін, Карим Бензема мансабын бітірсе, немесе басқа клубқа ауса 1-2 маусымнан кейін, оның орнына Реал Мадрид қарап қалмайды. Әлбетте тағы да бір талантты, мықты ойыншыны алып келеді. Сол кезде Жезус тағы да орындықта отырып қалуы мүмкін деген болжам бар бізде. Одан да Жезусқа қазір Арсенал клубы да қызығушылық танытып жатыр. Сол Арсеналға барғаны дұрыс деп санаймыз. Арсеналда негізгі құрамда ойнайды. Ол жақтан негізгі құрамдағы шабуылшылар кетіп қалды. Абамейянг кетті Барселонаға. Лаказет келісім шартты созбайтын болды. Сол жаққа барып негізгі құрамда мықты ойнауы мүмкін. Себебі ол жақта Артетамен жұмыс жасасып көрген, және де өзінің ойнап жүрген лигасынан да ауыспайды. Жезусқа біздің ойымызша Арсенал клубы жақсы таңдау болады деп ойлаймыз.
Гарет Бейл деген желаяқ ойыншы жайлы жаңалықтарымызда да айта отырайық. Гарет Бейлдің ұлттық құрамасы, яғни Уэльс әлем чемпионатына қатысатын болды. Демек, Гарет Бейлға да мансабын аяқтап қажеті жоқ. Бұл Гарет Бейлға жаңа мотивация. Сондықтан да Бейл енді өзіне жаңа клуб қарастыруда. Ал енді Бейлға АПЛ-дан клубтар табылады деп айтып жатыр аналитиктердің бәрі. Бұл енді түсінікті жайт. Негізінде Гарет Бейл әр командаға экономикалық пайда келуде мүмкін. Және де физически да, басқа жағынан да, барлық жағынан пайда әкеле алатын ойыншы деп санаймыз. Ал енді бірден топ клубтарға шақырып жатқан жоқ Гарет Бейлді. Ортанқол клубтар әлбетте ұсыныс жасап жатыр. Енді Гарет Бейлді бәрі көргісі келіп жатқан клуб ол Ньюкасл клубы. Ньюкаслға бәрімізде жақсы ойыншы кім босап қалды, соны Ньюкаслға тығып жатқан жайымыз бар. Себебі Ньюкаслға дәл осындай ойыншылар керек, опыты бар, әлі де мықты ойнап тұрған аңыз ойыншылар керек. Клубтың да статусын, атын көтеру үшін дәл осындай ойыншылар Ньюкаслға керек-ақ. Ал енді Тоттенхэмда қызығып жатыр деген ақпараттар бар. Себебі Тоттенхэмға екінші рет жалға келген кезде Гарет Бейл жақсы ойын көрсете білген. 20 ойын ойнап, 11 гол салған еген. Тоттенхэмда өзінің қатарына Гарет Бейлді қосуға қарсы емес екендігін білдіріп жатқан жайы бар. Ал енді таңдау өзінде Гарет Бейл командасыз қалмайтыны анық, сондықтан да бір жақсы таңдау жасайды деген сенімдеміз. Бірақ 80%-ға сенімділік Гарет Бейл өзінің мансабын АПЛ-да жалғастырады деп ойлаймыз. Барселонаның президенті Жоан Лапорта өгізді де өлтірмейін, арваны да сындырмайын деп қолынан келгеннің бәрін жасап жатыр. Еркін агенттерді алып жатыр. Кристенсен мен Кисені осы жалақылық ведомстводан сәл ғана орын босаса бірден тіркейміз деп отыр. Және де еркін агенттерді ғана алуға тырысып жатыр. Соның ішінде Анхель Ди Мария Лапортаның көзіне түскен көрінеді. Ди Марияны біз жаңалықтарда шығарған болатынбыз. Ювентуспен келісім жасады, қол қоюы ғана қалды. Керек десеңіздер, жылдық айлығына дейін белгілі болған болатын. Ювентуста Ди Мария 10 миллион евро жылына алатын болды. Бір жылға келісім шарт жасасып, тағы да бір жыл қосуы мүмкін. Енді сол келісім шартқа қол қою ғана қалды деген ақпарат шығарған болатынбыз. Дәл сол келісім шартқа әлі қол қойылмапты. Осы сәтті пайдалана отырып Барселонаның президенті Жоан Лапорта Ди Марияны Барселонаға шақырып үлгерген екен. Келісіліп қойған нәрсеге қол қойылмай жатса, демек ол жерде үлкен бір келіспеушіліктер бар Ди Мария мен Ювентустың арасында. Енді егерде Барселонаның сұнған ұсынысы Ди Марияға ұнайтын болса, Ди Мария Барселонаның ойыншысы атанып кетуі әбден мүмкін. Достар, бүгінгі жаңалықтарымыз ұнаса лайк басуды, және де бүгінгі жаңалықтарға қатысты ой пікірлеріңізді комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті футбол жаңалықтарымен бөлісіп отыратын боламыз. Футбол жаңалықтарынан құр қалмауларыңыз үшін арнаға жазылып қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыздар. Бұйыртса ертең кездескенше, достар, назарларыңызға үлкен рахмет.